Сәлем достар, бүгін жай бөлшектің түрлерін өтетін боламыз. Жай бөлшек өзі үшке бөлінеді жалпы. Ең біріншісі дұрыс бөлшек, екіншісі бұрыс, үшіншісі аралассан. Бізде дұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімінен кіші болады. Сонда алымы бөлімінен кіші болады деген сөз, бөлімі. Бөліп қойық. Енді бізде мысалға бұған 5-ден 1, 2-ден 1, 10-нан 3 деген сияқты. Мысалға қарап отырсаңыздар, 1 5-ден кіші, 1 2-ден кіші, 3 10-нан кіші. Демек, алымы бөлімінен кіші болу керек. Немесе бөлімі алымынан үлкен болу керек. Екіншісі бұрыс бөлшек, осы дұрысқа кері. Мысалға бөлімі бізде керісінше алымынан кіші болады. Екеуінің орнын ауыстырдық. Енді бұған мысал келтірсек, енді 2-ден 3, 3-ден мысалға 8, 10-нан 99 деген сияқты. Осылай алымы бөлімінен үлкен болады. 3 2-ден үлкен, 8 3-ден үлкен, 99 10-нан үлкен. Енді аралассанға келсек, бізде аралассан дегеніміз бұның бір айырмашылығы бүтін бөлігі болады, және бөлшек бөлігі болады. Мысалға 2/3-ден 1, 4/5-ден 2 осылай кете береді. 2 дегеніміз бүтін бөлігі, және 3-ден 1 дегеніміз бөлшек бөлігі деп аталады. Бізде бұрыс бөлшекке бір нәрсе қоса кетуге болады. Мысалға кез келген бүтін санды біз жай бөлшек ретінде жазуымызға болады. Осыны біз бұрыс бөлшекке жатқызамыз. Мысалға 3 деген санды біз қалай жазуға болушы? 1-ден 3 деп жазамыз. Демек, кез келген бүтін санды бұрыс бөлшек ретінде алуға болады екен. Енді бізде келесі тақырып бұрыс бөлшекті аралассанға келтіру, аралассанды бұрыс бөлшекке келтіреміз. Бізден келесі тақырып бұрыс бөлшекті аралассанға айналдыру. Және біз айтып кеттік алдыңғысында, бұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімінен үлкен болады. Мысалға 9-дан 59 деп алайық. Бізде осының бұрыс бөлшекті аралассанға айналдыру дегеніміз бүтін бөлігін айыру. Біз айттық, және ол үшін не істейміз? Мысалға мұқият қараймыз. 59-ды 9-ға бөліп аламыз бағандап. 59-ға 9-ды 6-дан береміз. 6 жерде 9-ын 54 азайтамыз. Бізде қалдығы 5 қалды. Бізде бөлімі өзгермейді. 9 болса бізде 9 болады. Демек, мынау бөлімі болады. Бөлімі. Енді бізде осындайдан 6 шықса, ол онда бүтіні болады. Бүтіні. Осы қалдығы бізде не болады екен? Алымына апарып түсіреді екенбіз. Қоршақ қойық, 3. Сонда бізде бүтіні 6 болды, және алымы 5 болды. Еш қашанда бізде бөлімі өзгермейді. Қалай тұр, солай апарамыз. Бір мысал жазып көрейік. Мысалға 2 таңбалыны берейік. 11-ден мысалға 133-ті берейік. Тең, дәл бағанағы сияқты, мен айтқан сияқты не істейміз? Бағандап бөліп аламыз 11-ге. 11-ге бөлсек, 1-ден береміз. 23, 2-ден береміз. Сонда 22 болады. 1. Бізде мен бағаны айттым, бөліміне не істейміз дедік? Өзін апарып жазамыз дедік. Бұл бөлімі болды. Мынау тұрған бізде бүтіні болды. Демек, бізде бүтіні 12. Енді қалған қалдығын апарып бізде алымына жазамыз. Бізде бұрыс бөлшекті аралассанға айналдырған кезде еш қашанда алымы бөлімінен үлкен болмау керек. 11-ден 1 дегеніміз дұрыс бөлшек болу керек. 12 деп отырғанымыз бізде бүтін бөлігі, 11-ден 1 дегеніміз бізде бөлшек бөлігі. Енді ары қарай кеттік достар. Аралассанды бұрыс бөлшекке айналдыру. Біз және керісінше енді аралассанды бұрыс бөлшекке айналдыру. Мен сіздерге мынаны жазып қойдым. Осыны жазып алуларыңызға болады.
Мысалға бүтін бөлігі, бөлімі, алымы. Бұл бізде аралас сан. Аралас санды келтіру үшін міне бүтінін бөліміне көбейтіп, оны алымына қосады екенбіз. Ал бөлімі өзі сақталады. Мысалға 5,9-дан 2 деп алсақ, тең мына схемамен жұмыс жасайық. 9 өзі қалсын бөлімінде. Ең бірінші бүтіні дейді. Бүтіні бізде 5, көбейтілген бөлімі 9, қосылған алымы дейді. Бізде ол 2. Тең 9, 5 жерде 9-ым 45, оған 2-ні қоссақ 47 болады. 9-дан 47 деген бұрыс бөлшегі шықты. Енді тағы бір мысалды қарастырайық. Мысалы 11,12-ден 5 деп алайық. Тең дәл солай 11 көбейтілген 12 қосқан бізде оған 5-ті. Бөлімі өзі сақталады. 11-ге 12-ні көбейтсек 132, оған 5-ті қоссақ 137. Міне 12-ден 137 деген осындай бұрыс бөлшек алып шығамыз. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы 5-ші сынып оқитын оқушыларыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Егер де қандай есеп түсініксіз, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде соны талқылап, мен сіздерге видеоға салатын боламын.